Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен. Даналық сөздер арнамызға қош келдіңіздер. Адамнан ар кеткенше жан кеткені жақсы. Өйткені сенің көптеген жақсылықтарын адамдардың есінде қалмауы мүмкін. Бірақ кішігірім қателіктерін ешқашан ұмытылмайды. Қабырға артындағы 1000 дұшпаннан жанында жүрген бір дұшпан қауіпті. Жабайы аңдардан қорқудың қажеті жоқ. Жаман достан қорқыңыз. Өйткені жабайы аң тәніңді жараласа, жаман дос жаныңды жаралайды. Кедейлік дегеніміз мүмкіндіктің азайғаны емес, қомағайлықтың артқаны. Өзіне өзі ор қазған адамға ешкім де ештеңе де көмектесе алмайды. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу қажет емес. Бірақ ұлы адам болғыңыз келсе, бастау сіздің ең үлкен парызыңыз. Неғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасың. Адамдардың барлығы айналасындағыларды өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгертуді ойламайды да. Өзін жақтырмайтын нәрсені өзгеге де тең көрме. Егер сіз биікке шыққыңыз келсе, тек өз аяғыңызбен шығыңыз, өзіңізге сенім артыңыз. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз ешқашан өшпейді. Менің рұқсатымсыз мені ешкім ренжіте алмайды. Сұлулық әйелдің бақыты, қадірін білмесе соры. Ашулы кезде тіліне ие болған адам нағыз ұлы адам. Жаман мінез құлқы бар адамнан аулақ жүріңіз, өйткені сынықтан басқаның бәрі жұғады. Білімдімен дос болсан, сасқанда ақыл берер. Адамды бақытынан айыратын 3 нәрсе: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күннің қадіріне жетпеу. Кек алғың келсе, 2 қабір қас. Егер бай болғың келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйрен. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманын, екінші жиғанын, үшінші ырысының тұрағы. Тұзаққа түскен бұлбұлдан еркін жүрген торғай артық. Жүректің біз білмейтін өз ақылы бар. Адам баласы шындығының ашылып қалуынан өлердей қорқып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ. Адамдар сіздің кісілігіңізге сенсін дейсіз бе? Ендеше оларды айтып мақтанбаңыз. Ол мені ұмытқан. Адам өзі неғұрлым ізгі болса, ол соғұрлым басқалардан да соны байқайды. Кешегі күнмен емес, ертеңгі күнмен емес, бүгінгі күнмен өмір сүр. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, киіммек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек. Адамды ақылға жетелейтін 3 жол бар. Біріншісі тәжірибе жолы, ол ащы жол. Екіншісі еліктеу жолы, ол ең жеңілі, ал үшіншісі ойлау жолы, ол ең таза жол. Өзіңді өзгертпей, өзгені өзгерту мүмкін емес. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер,
құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағаландар. Бір келін алдым, отырдым. 2 келін алдым, тік тұрдым. 3 келін алдым, жүгірдім. Жалқауға іс тапсырсан, атаннан артық насихат айтар. Қонағың келсе есіктен, ризығын кірер тесіктен. Берсен аларсың, ексен орарсың. Жұмадан үміт күтсен, бейсенбіден әрекетке көш. Сен өзгеге күлме, саған да күлетіндер табылады. Ар жазасы бар жазадан ауыр. Жауға жалынба, досқа тарылма. Ұлттың тілі сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтырып тұрған қан тамыры сияқты. Егер де қан тамыры жабылып қалса, жүректе соғуын тоқтатпай ма? Үй таңдама, қоныс таңда. Жиеннің алғаны парыз, жезденнің алғаны қарыз. Еңбек адамды 3 зұлымдықтан арашалайды. Зерігуден, жамандық жасаудан және мұқтаждықтан. Жеке пікірі бар адам ғана бір нәрсеге тұрарлық адам болады. Көшерден бұрын керуен басынды сайла, қарыз алардан бұрын берерінді ойла. Қадірінді білгің келсе, көршінен қарыз сұра. Сіздермен бірге болған даналық сөздер арнасы. Жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз.